Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы айнымалы токтың электр тізбектері. Оқу мақсаттары: айнымалы ток туралы негізгі түсініктемелер мен анықтамалармен танысу, синусоидалы токтың тізбегіндегі қуаттармен танысу, мысал мен сабақты пысықтау, үй жұмысы және бағалау. Айнымалы ток туралы негізгі түсініктер мен анықтамалармен танысу. Электрлік шамалар, токтар, кернеулер және электр қозғаушы күш уақыт ішінде периодты заңы бойынша өзгеретін электр тізбектерін айнымалы токтың тізбектері деп атайды. Практикада өндірісте және жұмыста синусоидалы заңы бойынша өзгеретін айнымалы токтар, кернеулер және электр қозғаушы күштер кең таралған. Электротехникалық әдебиетте айнымалы синусоидалы электр қозғаушы күштер, кернеулер және токтарды кіші әріптермен ЕУИ белгілейді. Мен сіздерге айтып кеткенім, тұрақты ток электр тізбектерінде электротехникалық әдебиетте оларды үлкен әріптермен белгілейді. Ал айнымалы токтарды кіші әріптермен белгілейді. Айнымалы токтар, кернеулер және электр қозғаушы күштер үшін синусоидалы гармоникалық өзгеру заңын таңдап алу келесі себептермен түсіндіріледі. Барлық периодты кернеулер мен токтардың ішінде синусоидалы токтар мен кернеулер қарапайым болып келеді. Және олар өзінің пішінін электр тізбегінде кез келген мүмкін үрдісте сақтайды. Синусоидалы электр қозғаушы күштер электромеханикалық және электронды генераторларда жеңіл алуға болады. Экономика жағынан жоғары кернеудегі 110-500 кВт электр энергиясын үлкен арақашықтықтарға жеткізу тиімді. Ал оның өндіру және тұтынылуы төменгі кернеулерде 10-0,4 кВт орын алады. Бұл кернеу деңгейлерін көп есе өзгерту қажеттілігіне әкеледі. Ол қарапайым және жоғары экономикалық электротехникалық құрылғыларда, трансформаторларда жүзеге асырылады. Олардың жұмыс істеу принципі айнымалы токтармен тудырылған айнымалы магнит өрістін пайдалануға негізделген. Трансформацияның қарапайымдылығы электр энергияны жеткізуді үлкен арақашықтықтарға энергияның аз шығындарымен мүмкін етеді. Өйткені тағы да сол сияқты жеткізетін қуатты кернеу қанша есе жоғары болған сайын желідегі ток сонша есе аз болады. Ол болса электр энергияны беру жол желілерінде жылулық шығындарының азаюына алып келеді. Ол дегеніміз шығынның азаюына келеді. Айнымалы токтың электрлік қозғалтқыштары тұрақты токтың электрлік қозғалтқыштарына қарағанда сенімді әрі тиімді. Синусоидалы электр қозғаушы күштер, кернеулер және токтардың аналитикалық келесі өрнектермен анықтайды. Мән беріп қарасаңыздар, ЕУИ кіші әріппен белгіленген, ол лездік мәндер деп аталады. Бұл уақыттың кез келген момент үшін синусоидалы электр қозғаушы күштердің, кернеулердің және токтардың мәндері. ЕМ, УМ, ИМ бұл электр қозғаушы күштердің, кернеулердің және токтардың амплитудалық мәндері. Бұл синусоидалы электр қозғаушы күштердің, кернеулердің және токтардың максимал мәндері болып табылады. Омега бұрыштық жиілік синусоидалы функцияның фазасын өзгеру жылдамдығын сипаттайды. Өлшем бірлігі секунд ішінде радиан. Омега Т плюс Фи-Е, омега Т плюс Фи-У, омега Т плюс Фи-И синусоидалы электр қозғаушы күштердің, кернеулердің және токтарының фазалары. Бұл сәйкес синусоидалы функциялардың аргументтері. Өлшем бірлігі радиан немесе градус. Фи-Е, Фи-У, Фи-И синусоидалы электр қозғаушы күштердің, кернеулердің және токтардың бастапқы фазалары. Олар уақыт 0 кезінде сәйкес фазаларға тең. Өлшем бірлігі радиан немесе градус. Кез келген периодты шаманың толық тербелісінің ұзақтығы период деп аталады. Ол үлкен Т әріпімен белгіленеді, өлшем бірлігі секунд. Секунд ішінде тербелістер саны немесе периодқа қарама-қарсы шама жиілік деп аталады. Ол ағылшын әрпінің F кіші әріпімен белгілейді, өлшем бірлігі герц. Электротехникада синусоидалы токтар мен кернеулердің әртүрлі жиіліктегі диапазоны 1 мен 10-ның 10 дәрежесіне дейінгі герц шектерін жасады. Төменгі жиіліктер электр энергияны өндіру және тарату үшін қолданады. Қазақстанда өндірістік стандарттық өндірістік жиілік 50 Гц. Жоғарғы жиілік байланыс желілерінде және есептеу техникасында қолданады. Бұрыштық жиілік тікелей жиілікпен байланысқан. Уақыт периодқа тең кездер, бір периодқа тең уақытында синусоидалы функцияның фазасы 2π радиан немесе 360 градусқа өзгереді. Сәйкесінше көріп тұрған формулаларыңыздай омега Т тең 2π. Демек, осы жерден омеганы табатын болсақ, онда біз 2π-ді Т-ға бөлеміз. Ол сәйкесінше 2π F-ға тең болады. Неге десеңіздер, мен жаңа сіздерге айтып өткендей, период жиілікке қарама қарсы шама.
Демек, жиілікті табатын болсақ, біз бірді периодқа бөлеміз. Егер периодты табатын болсақ, бірді жиілікке бөлеміз. Осы формула сондықтан осылай түрленеді. Синусоидалы тоқтың жылулық және электродинамикалық әсерінің сипаттамасы үшін синусоидалы тоқтың әрекеттік мәнінің ұғымы енгізілген. Синусоидалы тоқтың әрекеттік мәні болып, жылулық немесе механикалық әсерін шығаратын айнымалы тоққа балама болатын тұрақты тоқтың сондай мәні табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, әрекеттік мән тұрақты тоқтағы кернеудің тоқтың электр қозғаушы күшінің белгіленуіндей үлкен әріптермен белгілейді, және ол максимал мәнінің түбірасты екіге қатынасын береді. Синусоидалы тоқтың әрекеттік мәні түбірасты 2 есе амплитудалық мәннен кіші. Синусоидалы тоқтың электр тізбектерінің барлық есептеулері кернеулер мен тоқтардың әрекеттік мәндері үшін жүргізіледі. Синусоидалы тоқтың тізбектерінде өлшеулерге арналған электр өлшеуіш аспаптар тоқ пен кернеудің әрекеттік мәндерін көрсетеді. Тағы да бір пысықтап кетсек, осы айтылған мәліметтерді біз жаңа сіздермен бірге айнымалы тоқ туралы таныстық. Айнымалы тоқ дегеніміз белгілі бір уақыт ішінде өзінің шамасын және бағытын периодты түрде өзгеріп отырады. Айнымалы тоқты электротехникалық әдебиеттерде синусоидалы тоқ деп те қосымша атайды. Тағы да бір айтып өтетін мәселе, айнымалы тоқта шамалар болады. Олар лездік мәндер, максимал мәндер және әрекеттік мәндер. Лездік мән дегеніміз ол лездік шамаларын білдіреді. Максимал мән дегеніміз ол әрекеттік мәннің түбірасты 2-ке көбейтіндісін береді. Сәйкесінше әрекеттік мән дегеніміз максимал мәннің түбірасты 2-ке қатынасын береді. Мен сіздермен тағы да таныстым. Период, жиілік, бұрыштық жиілік, сонымен қоса бастапқы фазалармен таныстық. Қазір осының барлығын пысықтау үшін сіздерге есеп ретінде көрсетемін. Ары қарай жылжитын болсақ, синусоидалы тоқтың тізбегіндегі қуаттармен танысу. Айнымалы тоқтың тізбектерінде энергетикалық үрдістерді бағалау үшін лездік, активті, реактивті және толық қуаттардың түсініктері енгізілген. Оларды тізбектің бөлігіне немесе жалпы тізбекке жатқызуға болады. Пассивті тізбектің кез келген бөлігінің лездік қуаты деп, осы бөліктің лездік кернеуімен лездік тоғының көбейтуін аталады. Мен жаңа сіздерге көрсеткенмін, лездік шамалар барлық уақыт кіші әріптермен белгілейді. Сәйкесінше лездік қуатты да біз кіші әріппен белгілейміз. Синусоидалы тоқтың тізбектерінде тізбек бөлігінің қыспақтарындағы кернеу және осы бөліктің тоғы жалпы жағдайда әртүрлі бастапқы фазаларға ие болады. Кернеу мен тоқтың бастапқы фазаларының айырымын фазалық ығысу деп атайды. Фазалық ығысу бізде фи әріпімен белгіленеді. Синусоидалы тоқтың тізбек бөлігінің лездік қуаты, лездік кернеу мен лездік тоқтың мәндерін өз шамаларына қоятын болсақ, бізде мынандай өрнек орын алады. Лездік қуат электр тізбектің осы бөлігіндегі уақыттың дәл осы моменті ішінде энергетикалық үрдістерінің қарқындылығын сипаттайды. Оның өлшем бірлігі ватт. Синусоидалы тоқтың тізбегіндегі активті қуат период ішіндегі лездік қуаттың орташа мәніне тең. Үлкен П әріпімен белгіленеді, өлшем бірлігі ватт. Формула бұлай. Демек, біздің активті қуатымыз кернеу мен тоқтың көбейтіндісі, әрекеттік мәндері, тағы да сіздерге естеріңізге салып айтамын, қосымша косинус фи. Косинус фи қуат коэффициенті деп аталады. Активті қуат тізбектің осы бөлігіндегі электр энергияның басқа түрлеріне қайтарымсыз түрленуінің қарқындылығын сипаттайды. Косинус фиді біз көбіне электр қозғалтқыштарын таңдаған кездер косинус фидің мәніне көп көңіл бөлеміз. Осыны тағы естеріңізге сала кетемін. Тізбектің элементтері мен электр энергияның көздерімен тудырылған магниттік және электрлік өрістің энергиялармен өзара алмасу қарқындылығын бағалау үшін реактивті қуаттың түсінігі енгізілген.
Ол ағылшынның Q әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі вольт ампер реактив немесе var деп жазылады. Q тең UI синус фи. Сәйкесінше жаңа сіздерге айтып кеткендей UI әрекеттік мәндерін аламыз. Синус фи. Активті қуаттан реактивті қуаттың айырмашылығы, активті қуатта косинус фи мәні алынады, реактивті қуатта синус фи мәні алынады. Толық қуат электр энергия көздерінің шектелген энергетикалық мүмкіндігін сипаттайды. Үлкен ағылшын S әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі вольт ампер немесе VA. Формуласы S тең UI. Осы өткен сабақты пысықтау үшін мен сіздерге бір мысал көрсетейін. Мына жерде бізде электр қозғаушы күшінің толқындық диаграммасын тұрғызу керек. Бізге өрнек берілген. Электр қозғаушы күшінің лездік мәні тең болады 100 синус 314 минус пи бөлінген 4. Енді іздейік. 100 дегеніміз ол бізде максимал мән. EM 100 вольт. Бұрыштық жиілігіміз 314 радиан бөлінген секунд. Бастапқы фазамыз минус пи бөлінген 4 немесе 45 градус. Бастапқы фаза координатпасынан синусоиданың жақынғы оң жарты периодына дейін есептеледі. Егер есептеуді ординат осінен оң белгісімен, егер солға қарай болса, плюс белгісімен қарай есептеу жүргізіледі. Сонда бастапқы фаза минус жазылады. Біздегі жиілігіміз бағанағы формула бойынша F тең омега бөлінген 2 пи. Демек біз 314-ті 2 пиге бөлеміз, ол 50 герц. 2 пи пидің орнына бізге белгілі мән 3,14 мәні алынады. Сонда бізде 314 пен 3,14 қысқарады. Мынау 100-ге, мынау 1-ге. 100-ді 2-ге бөлсек 50 герц шығады. Период, мен сіздерге айтып түсіндіріп кеткенмін, период жиілікке қарама қарсы шама. Периодты табу үшін біз 1-ді жиілікке бөлуіміз керек. Сәйкесінше 1-ді 50-ге бөлгенде 0,2 секунд алынады. Диаграмма біз тұрғыздық. Қараңыздар, Т1-іміз біздің 0,05 секунд, Т2-іміз 0,15 секунд. Уақыттың моменттері үшін электр қозғаушы күштердің лездік мәндерін өзінің орындарына қоямыз. 100 синус 314 көбейтілген Т1-іміз 0,05 минус пи бөлінген 4. Сәйкесінше есептеуіміз бойынша 70,17 вольт. Оны қайдан алдық десек, бұл біздің әрекеттік мәніміз. 100-ді түбір асты 2-ге бөлгенде бізде 70,17 шығады. Ал мұнау біздің минус таңбасымен алынған шамамыз Е1 және Е2. Қараңыздар, мына жерде мен сіздерге толқындық диаграмманы тұрғызып қойдым. Ол толқындық диаграммада мұнау бастапқы фазамыз. Міне, ол бастапқы фаза бізде минус 45 градус. Осы жерден басталып тұр. Енді ары қарай периодымыз міне 0,5 пен 0,15 аралығында бізде бір міне 0,5 пен 0,15 аралығында толық бір тербеліс болады. Міне, мына жерден басталды, мына жерден аяқталды. Ал негізгі период ол 0,5 пен 0,25 аралығында. Демек 0,102 секунд аралығында толық бір тербеліс жасайды. Ол бізде мұнда көрініп тұр міне. Мына жерден басталды, бұлай келді, мына жерге дейін толық бір тербеліс жасалып тұр. Бұл біздің толқындық диаграммамыз. Ол сіздерге түсінікті болу үшін, сабақты пысықтау үшін. Үй жұмысы. Сұрақтарға жауап береміз. Мен сіздерге 10 сұрақ бердім. 10 сұрақтың 4 сұрағына жауап берген адамға, оқушыға 3 бағасы қойылады. 7 сұраққа жауап бергенге 4, 10 сұраққа жауап бергенге 5. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.